Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен жүгері ұнынан нан жасап көрсетейін деп жатырмын. Сол жүгері ұнынан пәтір нан, сосын жайда лепешка солай жасауға болады. Мен өзім күніге қазір жасап жүрмін. Қатты ұнағаны сонша, енді сіздерге сол керекті заттармен таныстырып өтейін. Әуелі бізге сүт керек болады, одан кейін барып жүгері ұны, сосын қантымыз, тұзымыз, одан кейін барып сары май және қаймақ үйде қалып қойған екен да, соның бәрін шығарып қоя салдым. Сосын дрожжимізді дайындадым, күншітімді қуырып дайындап қойдым. Мына жерде ұнымыз тұр, бұл жерде 300 грамм ұн. Және де мына жердегі мен көрсетейін деп отқаным, бұл жүгері ұны 100 грамм. Жүгері ұнды көп салуға болмайды, себебі басы бірікпей қалады. Жүгері ұнынан нан жасау өте қиын. Сондықтан біз 300 грамм ұн мен 100 грамм жаңағы жүгері ұнын екеуін араластырып, нан ашытып көрсететін боламын. Ал бісміллә деп салайын. Осыны жақсылап араластырып қолмен үйдегі бар заттармен сала берсеңіздер болады. Сумен де ашытуға болады, бірақ мен сүтпен ашқанды тәуір көріп тұрмын. Сүтпен ашытып жүрмін негізі. Осы жүгері ұны жаңағы кәдімгі өзіміздің ұнды, бидай ұнын қосып, жаңа нан ашытпасаңыздар басы бірікпейді. Енді мына сүтімді мен ысытып алып келдім. Осыған үйде қалып қойған қаймақ бар болса да қосасыз, жоқ болса қоспай қойғандарыңыз болады. Үйдегі бар заттармен жасай беріңіздер. Мына суымыз ыстық, сүтіміз. Осыған енді мына қаймағымызды салып ертіп алайық. Одан кейін мына сары майымды дайындап қойдым. Сары май болмаса, сұйық майдан бір 50 грамм алып қосып жіберсеңіздер болады. Мен осы сары майды қосқан тәуір көріп отырмын. Осы енді жіби берсін. Мына сүтіміз немізге, ұнымызға тұзымызды қосамыз. Одан кейін барып қантымызды қосамыз. Содан кейін барып қазір дрожжиді салып көрсететін боламын. Мынаны кішкене араластырып жіберейін. Енді дрожжидан көп салудың қажеті жоқ. Осындай шай қасықпен саласыздар. Өйткені ұнымыз 300 грамм мен жаңағы 100 грамм неміз жүгері ұны. Одан кейін барып кішкене разрыхлитель қосып жіберсеңіздер, үлпілдеп әдем болып пісетін болады. Мына разрыхлитель осылай қосып жатырмын. Енді қазір тағы да қолмен әбден көтеріп, немен араластырып жібереміз да. Піскеннен кейін керемет дәмді үлпілдеп жүп жұмсақ болып тұрады. Біз күнделік сосын ашытып осылай дайындап қоямыз да, тоңазышқа салып, керек кезде пісіріп жеп отырамыз. Осы шаймен ішкенге тіптен бір күлшесін жеп қоямыз ғой. Міне достар, дайындап қойдым. Енді бір жұмыртқаны қоса салайын. Үйде жұмыртқа бар болса қосасыздар, жоқ болса керегі жоқ. Енді мен өзімде жұмыртқа болып тұрғаннан кейін біреуін қосып жіберейін деп тұрмын. Осымен енді мына жылы сүтімізді, айран, май бәрін сүтімізді, сосын қаймағымыз бәрін қосық. Енді бісміллә деп нанымызды ашытатын боламыз. Бісміллә рахман. Нан кішкене жұмсақтау болу керек. Сонда әдемі көтерілетін болады. Енді кішкене қазір ұнды салып, тағы да елейтін боламыз. Міне кішкене сұйық болып кетті. Енді осыған тағы да ұн қосып жіберейік. Кішкене бірақ қатты емес, жұмсақтау ету керек. Менің сүтімде жаңағы майым, қаймағым көп болып кетті ғой деймін. Сондықтан ұнды тағы да қостым. Жиналғанша осылай тағы да ұн қосып, илеп, ашытып қоятын боламыз. Бұл көтеріліп, дайын болған кезде нанымыз өте тәтті, күшті болып шығады. Кейінгі кезде осы жүгерімен нан ашытып жеп жүрміз біздер.
Міне нанымызды елеп дайындап қойдық, өте жұмсақ болды. Енді қазір осыны ыдысымызды майлап жібереміз. Енді нан ашқанда барлықтарыңыз білесіздер ғой, осылай маймен сылап дайындап қоясыздар. Кішкене құяйын тағы. Енді осыны ашытуға жібереміз. Міне достар, нанымыз ашыды. Міне осылай көтерілді. Енді қазір осыдан пәтір нан жасап көрсететін боламын. Енді бұны жаңағы алдында 300 грамм деп айтып едім, 300 грамм емес, 500 граммдай не кетті? Жаңа ұнымыз кетті. Одан кейін барып 100 грамм жүгері ұны кетті. Енді осыдан 2 күлше шықты. Осы 2 күлшеден қазір пәтір нан жасап көрсететін боламын. Бұдан жаңа алдында айтып кеттім ғой, жүгеріні көп қосуға болмайды деп. Басы бірікпей қалады. Сондықтан ұнды жаңа көбірек салып отырасыздар. Сүттеріңіз отбасыларыңызға санына байланысты солай көп салып отырасыздар. Міне достар, пісті. 25 минуттың ішінде пісіп дайын тұрды. Қазір ыдысқа салып көрсететін. Кесіп көрсетейін. Ал енді бісміллә деп кесіп көрсетейін. Пәтір нанымыз бұл біздің. Ыстық болып тұрды. Міне сап-сары әдем болып, күшті пісті. Өте жұмсақ болды, дәмі татты. Ауыз тиіп көрейін, бісміллә деп. Керемет жұмсақ, дәмді, жүгері ұнынан жасалған пәтір нанымыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдімін. Және де лайк басып, комментарияға жазып, тіркеліп кетсеңіздер, мен қуанып қалар едім.